Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өзбек халқының рецептісі бойынша лағман пісіреміз. Ол үшін табаға 100 мл май құйып қыздырамыз. Оған 300 грамм ет салып қуырамыз. Осындай қоңыр түске дейін қуырылу керек. Содан соң пияз саламыз. Сарғыштанғанша қуырамыз. 2 қызанақ қосамыз. Жұмсарғанша араластыра отырып қуырамыз. 1 сарымсақ саламыз. Қуырамыз жақсылап. 2 сәбіз, тәтті бұрыш және 3-4 картоп қосамыз. Барлығы 4 бұрыш болып туралған болу керек. Оған тұз, қара бұрыш, кориандр немесе кептірілген кинза, зира қосамыз. Барлығын араластырамыз. 1 ас қасық томат пастасын қосамыз. Араластырамыз. 1,5 немесе 2 литр қайнаған су қосамыз. Орташа отта қақпағын жауып бұқтырамыз. Бізде осындай тәп-тәтті лағман шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қарағандарыңызға үлкен рахмет.